Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы. Сіздерге білім берудегі көшбасшылық және командалық жұмыс атты тәжірибеге бағдарланған курсты ұсынамын. Бұл 80 академиялық сағатқа есептелген оқытылатын бағдарлама. Мектепте тек қағаз жүзіндегі басқаруды емес, сонымен қатар оқушылардың оқуын өзек еткен бір тірі мықты команданы қалыптастыруды көздейтін басшыларға арналған. Алдымен бұл курс кімге әсіресе пайдалы екенін тоқталайық. Бұл курс мен бүгіннің жалпы өзінде шешім қабылдайтын мектеп командалары үшін әзірледім. Оның ішіне кім кіреді? Мектеп директорлары, оның орынбасарлары, әдістемелік бірлестік жетекшілері, мұғалімдердің кәсіби қауымдастықтардың жалпы көшбасшылары, жобалар мен мектеп командаларын үйлестіруші қатыса алады. Егер сіз осы оқу сапа ұжымдағы ахуал және мектептің дамуы үшін жауап беріп отырсаңыз, бұл курс сіздің рөліңіз ескере отырып жасалған. Енді бағдарламаға жиі қандай сұраныспен келетінін ашық қарастырайық. Көптеген мектептерде ұқсас жағдай байқалады. Рөлдер мен міндеттер нақты бөлінбеген, немесе кімнің неге жауапты екені толық айқын емес. Жиналыстарда көп сөйлейміз, бірақ күнделікті тәжірибеде жалпы айтарлықтай өзгеріс бір көрінбейді. Жұмыс көбіне жүйелі дамудан гөрі жалпы үнемі өрт сөндіру жалпы тәртібіне ұқсап кететін жалпы жағдайларда болып тұрады. Мұғалімдердің және ата-аналармен түсініспеушіліктер мен жанжалдар жалпы пайда болады. Есепте хат хабар да көп, бірақ мектептің қай бір бағытта дамып келе жатқаны анық көрінбеуі мүмкін. Егер сіз жалпы өз шынайылығыңызды осы сипаттамадан танып отырсаңыз, дәл осы нүктеде көшбасшылық пен командалық жұмыстың маңызы шешуші болып бастайды. Енді курс жалпы осы шақырулармен жалпы жүйелі түрде жұмыс істеуге көмектеседі. Курстың негізгі мақсаты шашыраңқы тәжірибелерді жалпы бір тұтас бір басқарушылық жүйеге біріктіру. Біріншіден, сіз мектептегі көшбасшылықтың жалпы түсінікті моделін аласыз. Екіншіден, мықты мамандарды қалай құруға жалпы болатынын талқылаймыз. Үшіншіден, сіз деректермен және сапа индикаторлармен жұмыс істеуді меңгересіз. Одан кейін әрине біз жалпы басқарушылық коммуникация стандарттарын талқылайтын боламыз. Мұның барлығы Қазақстан мектептерінің жалпы контекстінде және қолданыстағы заңнама ескере отырып істеледі. Енді бұл курстың құрылымын қарайық. Курс 4 өзара байланысты модульден тұрады. Бірінші модуль бұл мектептің көшбасшылық пен рөлдері арналған. Екінші модульде командалық көшбасшылық пен кәсіби қауымдастықтар PLC. Үшінші модульде деректерге негізделген көшбасшылыққа бағытталған. Төртінші бұл жерде модульда бұл коммуникациядағы көшбасшылыққа арналған. Енді жалпы осы оқу формат идеялары мектептен қол үзбей ақ практикаға көшіруге мүмкіндік береді. Әрине бұл онлайн форматында өтеді, сізге ыңғайлы режимде. Сіз қысқа бір бейнематериалдар мен түсінікті мәтіндік ресурстарға қол жеткізесіз, оларды сіз негізгі жұмысыңызбен қатар меңгеруіңізге болады. Әр тапсырма әрине бір нақты мектебіміздің жағдайына байланыстырылған, және де біз Қазақстан мектептерінің нақты бір жағдайларына қарастыратын боламыз. Енді мұның барлығы сізге және сіздің мектебіңізге қандай нәтиже беретінін қарастырайық. Курс аяқталған соң әрине сіз тек сізде сертификат қана болмайды. Біріншіден, сіз өз мектебіңізде бір жарты жылдыққа арналған бір шынайы өзгерістер жоспарын аласыз. Екіншіден, жаңағы жиналыстар мен PLC кездесулердің сценарийлерін пайда болады. Үшіншіден, деректер мен индикаторлар бойынша тексеру парақтарын аласыз. Төртіншіден, мұғалімдермен ата-аналармен коммуникацияны жақсартасыз. Ең бастысы, сіз өзіңіздің көшбасшы ретіндегі ұстанымыңызды нығайтасыз. Ал жақсы, сізге айтарым, күшті мектеп айқын көшбасшылықтан және мықты командадан басталады. Егер сіз шексіз бір өрт сөндіру режимінен саналы жоспарлы дамуға жалпы өтетін уақыт келгенін сезсеңіз, егер жанжалдар азайып, сенім арта жалпы түскенін қаласаңыз, жорамалдауын жалпы гөрі деректерге көбірек сүйенгіңіз келсе, онда сізді бұл курсқа шақырамын. Мен есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы. Сізді және сіздің мектептеріңізді осы курста көргеніме қуаныштымын. Қош сау болыңыздар.